Java практикалық курсына қош келіпсіңдер. Бүгінгі біздің өтетініміз зертханалық жұмыс нөмір 4. Жұмыстың тақырыбы деректердің қарапайым түрлері және олармен Java тілінде жұмыс жасау операторлары. Жұмыстың мақсаты деректер типімен танысу және қарапайым арифметикалық операцияларды бағдарламалау. Тапсырмасы келесі функцияларды есептейтін бағдарлама жазу. Сандық параметрлер өздігінен беріледі. Төртінші зертханалық жұмыстың тапсырмасына көшейік. X және Y функцияларының мәнін есептеу үшін бізде осы X және Y функцияларында қолданылатын айнымалыларды алдын ала белгілеп қоюымыз қажет. Ол үшін біз нақты бүтін типті интеджерді қолдана алмаймыз, себебі бізде мында косинус, синус және логарифм функциялар қолданылған. Ол үшін біз дабл типті айнымалыларды енгіземіз. Қолданылатын айнымалылар бізде X, Y және T. Және де бізде қосымша экспонента мәні қолданылған. Мен экспонентті константа ретінде, яғни қосымша айнымалы ретінде белгілеп қояйын. Оның жуық мәні 2,7 деген санды енгізейін. Айнымалылар енгізілді, енді функциялардың есептелуіне көшейік. X-тің мәнін есептеу үшін біз mass класындағы қолданылатын кейбір функцияларды қолданамыз. Mass, синус, нүкте синус. Ол синустың арасына Т деп жазып қоямыз. Көбейтілген mass, косинус, Т. Және осының мәнін біз 2 көбейтілген Т-ға бөлеміз. X-тің мәнін есептедік. Енді Y мәнін есептейік. Mass. ln орнына біз логарифм 10-ды аламыз. Логарифм 10 x қосылған x-ші дәрежеде көбейтілген x. Оны біз алдыңғы сабақта өткен pow функциясы арқылы жүзеге асырамыз. Екінші мәнінде x деген белгілеріміз. Және оны x-қа тағы да көбейтеміз. Мінеки біз x және y мәнін есептедік. Енді тек қана осы мәндерді экранға шығару ғана қалды. System out print line. Нәтижесі дейік. Нәтижесі. X-тен қосылған X және де Y-тен қосылған Y. Және біз тағы да T-ның мәнін белгілеуіміз қажет. Үнсіз келісім бойынша 0,5 деген мәнді еншіктейік. Программамызды тексерейік. Нәтижесі мынандай.